Hello everyone, how are you? Welcome to lesson today. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Today's lesson topic hats and bats. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бейсбол таяғы және шапкалар. Children, checking homework. Оқушылар бүгінгі үйге берілген тапсырманы тексеріп алайық. Яғни біз өткен тақырыпта have got және has got сөзін өткен тұғымыз. Яғни have got және has got менде бар деп аударылады, я. Яғни барлығымыз тексеріп шығайық. 1. Mary has not fish. 2. Mary has got a bike. Mary has got a bike. 4. Peter has not bike. 5. Peter has got fish and a bike. 6. Sue and Jill has not fish. 7. Sue and Jill has got a bike. 8. They have got a bike. Оқушылар барлығымыз үй тапсырмасын тексеріп аламыз. Girls and boys, қыздар және ұлдар. Today's new words, бүгінгі жаңа сөздер. Бүгінгі жаңа сөздермен таныс болайық. Baseball, baseball. Tennis, tennis. Swimming, yüzу. Basketball, basketball. Volleyball, volleyball. Cycling, велосипед тебу. Racket, ракетка. Cap, шапка. Helmet, дулыға. Bat, бейсбол таяғы. Яғни келесі біз барлығымыз бір-бірден оқып шығайық. Baseball, swimming, tennis, basketball. Next, volleyball, cycling, helmet, racket. And swimming cap. Yani sonuçta swimming cap. Yani suға арналған бас киім. Children, exercise 1. Yani оқушылар, яғни жаңа сөздермен таныс болғаннан кейін бірінші тапсырмаға барлығымыз қараймыз. Match, яғни сәйкестендіреміз. Барлығымыз 1, 2, 3, 4, 5 сөзді астындағы E, B, C, D, E деген әріптерге барлығымыз сәйкестендіреміз. Children, correct answer. Оқушылар, жаңағы бірінші жаттығудың дұрыс жауабы 1 D, 2 E, 3 A, 4 C, 5 B. Оқушылар, дұрыс емес болса, барлығымыз қарап, дұрыстап аламыз. Exercise 2. Complete the words. Оқушылар, яғни біз мұна жерде екінші жаттығуда қалып кеткен әріптерді орнын толтырамыз. Children, correct answer. Оқушылар, екінші тапсырманың дұрыс жауабы, яғни барлығымыз бірге тексерейік. 1. Swimming. M, яғни M деген бізде әріп қалып қойған екен. 2. Basketball. Бізде 2 A деген әріп қалып қойған екен. 3. Tennis. Яғни бізде ортада N деген әріп қалып қойған. 4. Baseball. Яғни бізде соңғы 2 L әріп қалып қойған. 5. Volleyball. Бізде 2 E яғни Y әріп қалып қойған екен. 6. Cycling. Яғни бізде C деген әріп қалып қойған екен. Children, gameplay. Оқушылар, ойын ойнаймыз. Яғни ойынның аты беті балон. Яғни сүйкімді шар деп аталады. Мақсаты оқушыларды жылдам ойлауға, ептілікке дағдылау. Шарты, бұл ойынды ойнау үшін шар қажет. Тақтаға 2, 3 немесе одан да көп оқушылар шығуға болады. Әрқайсысына бір шардан беріледі. Мұғалім тақырыпқа сай ортақ сөз айтады. Ал ойынға қатысушылар сол тақырыпқа сай бір сөз айтады. Әр сөз айтқан сайын шарды үрлеуі тиіс. Егер кім сөз айта алмаса, шарды үрлемейді. Сөйтіп, кім бірінші өз шарын үрлеп болса, сол жеңіске жетеді. Children, exercise 3. Group work. Яғни оқушылар бізге үшінші жаттығу, топпен жұмыс. Look at the picture. Суреттерге қараймыз. And complete the words. Яғни сөйлемдерді, қалып кеткен сөйлемдерді
Толтырамыз. I have got, you have got, he has got, she has got, they have got. Children correct answer. O'quvchilar durust javobi, ya'ni ekrandag'iday I have got a helmet, you have got racket, he has got bat, she has got cap, they have got a basketball. Children, thanks for attention. O'quvchilar ko'rib tomoshalaganinizga rahmat. Bunga sababimiz osman ayaqtaldi.